Құдайға шүкір, құрметті бауырластар, Құдай сіздерді жарылқасын. Құдай өзінің сүйіспеншілігіне сізді толтырсын. Әрдайым Құдайдың сөзіне тойынып, Құдайдың сөзін нәр қылып ішіп, біздер дейтін әрқашанда жігерленейік. Өйткені Құдайдың сөзі ол Құдайдың өзі. Құдайдың мына сөзінде, Құдайдың киелі кітабында жазылған, Жохан жазған ізгі хабар 4-ші тарау 18-ші аятта. Сүйіспеншілікте қорқыныш жоқ. Шынайы сүйіспеншілік қорқынышты жолатпайды. Себебі қорқыныш жазаға байланысты. Көрдіңіздер ме? Біздер әрқашанда Құдайдың сүйіспеншілігінде болуымыз керек. Құдайдың сүйіспеншілігінде қорқыныш жоқ. Біздер әрқашанда Құдайға қарауымыз керек. Аумин. Біздерде әрине үрей, қорқыныш ол адамда болады. Бірақ та біздер Құдайға үмітімізді артсақ, Құдайға қарап, Құдайдан күш қуат алсақ, сонда қорқыныштың орнына біздерге сүйіспеншілік пен шыдамдылық келеді. Біздер әрқашанда Құдайдан үлгі алуымыз керек. Өйткені Құдай ол барлық қорқынышты жойды. Егер де біздің жүрегімізде Құдайдың рухы болса, егер де біздер Құдайға толықтай өзіміздің өмірімізді бағыштасақ, біздерде қорқыныш болмайды. Себебі қорқыныштың бәрін Құдай алып тастайды. Неліктен адамдарда қорқыныш, үрей пайда болады? Өйткені Құдайға олар толықтай сенбейді. Не қандай жағдай болып жатса да, қандай осы әлемде сілкіністер болып жатса да, біздер Құдайға қарасақ, Құдай біздерге пана, Құдай біздерге қорған, Құдай біздерге күш қуат береді. Әрқашанда біздер Құдайдың сүйіспеншілігінде болайық. Өйткені Құдай бүкіл адамзатты өте қатты сүйгендіктен өз ұлын Иса Масихты құрбандыққа берді. Әрбір қорқыныш жойылу үшін, әрбір күмәндану жойылу үшін, әрбір ауру сауығу үшін. Оның жарақатымен біздер саулықтық. Әрқашанда бауырласым, Құдайға сеніп, Құдайға үміттен. Өйткені біздер Құдайға үміттенсек, сонда біздер күшті боламыз. Сонда біздерде ешқашанда қорқыныш біздің жүрегімізді жаулап ала алмайды. Құдіретті күшті Құдай ол біздерге әрқашанда жігерлендіріп, осы киелі кітаптан, осы киелі жазбадан біздерге әрқашанда күш қуат береді. Әрқашанда біздер Құдайдың сөзін, сүйіспеншілігін өзімізге қабылдауымыз керек. Өйткені мында киелі кітапта 18-ші тарауда жазылып тұр. Егер де қорқыныш келсе, сол біздерді, сол қорқыныш біздерді жазалауға жеткізеді дейді. Жазалау дейтін не ол? Біздер бір нәрсе дұрыс істемесек, я болмаса кішкентай болғанда бір нәрсені дұрыс істемесек, я болмаса үй тапсырмаларын жаңағыдай оқып келмесек, сонда ұстаздан немесе дұрыс жауапкершілікпен жасамаған іс біздерге тапсырма берген кісіден біздер жаза аламыз. Сондықтан біздер әрқашанда өзіміздің ұстазымызды, Иса Масихты терең қастерлеп, терең тыңдауымыз керек. Өйткені ол біздерге әрқашанда, біздер адами ретінде қорқыныш пайда болса да, Құдай сол қорқынышты алып тастайды. Құдай біздерге жеңілдік береді. Құдай біздерге ақ батасын береді. Ешқашанда қорқынышқа мойынсынбауымыз керек. Әрқашанда біздер Құдайдың панасында жүрген адам ешқашанда қараңғы шатқалда жүрмейді. Өйткені ол біздерге күш қуат беретін Құдай. Өйткені біздер әрқашанда Құдайға үміттеніп, Құдайға қарасақ, біздердің жүректерімізде ешқашанда қорқыныш болмайды. Біздер барлық өмірімізді толықтай жүрегіміздегі ой санамыздағы ойларымызды Құдайға тапсыруымыз керек. Өйткені осы әлемде қандай қиыншылықтар болсын, қандай жаман информацияларды естіп жатыр, осы әлемде болып жатқан. Солардың бәрін тыңдап, біздер өзімізге қабылдай берсек, әрине қорқыныш келеді. Егер де біздер Құдайға өзіміздің өмірімізді бағыштап, біздер Құдайға үмітімізді артсақ, Құдайға толықтай сеніп білсек, Құдай Иса Масих кім екенін, біздерге мәңгілік өмір берген, біздердің есімімізді көктегі кітапқа жазғанын, біздер соны
ойымызда сақтап, жүрегімізде соны сақтап жүрсек, біздер ешқашанда қорқынышқа мойын бұрмаймыз. Біздер Құдайға мойын бұрамыз. Өйткені біздер білеміз Иса Масих кім екенін. Әрқашанда өзінің өмірінді Құдайға бағыштап, өзінің өмірінді әрқашанда Құдайға арнап, әрқашанда Құдайдан сүйіспеншілік сұра. Әрқашанда осы киелі кітаптан егерде сенде бір мұқтаждықтар болса, егерде сен сол мұқтаждықтарды өзім шешем, өзім білем қалай шешуді деп ойласан, ең бірінші сыйынып ал. Әрқашанда айт: Құдай, мен жүрегімнен қорқынышты алып таста. Құдіретті күшті Құдай, мен саған мойынсынамын. Сен осы менің жағдайларымды әрқашанда шешіп беретін Құдайсың. Сен осы проблемаларды жақсылыққа айналдыратын Құдайсың. Мен қорықпаймын. Өйткені сен менің қолымнан, оң қолымнан жетелеп, мені биік-биік шыңдарға апаратын Құдайсың. Мәңгілік өмір беріп қойған Құдайсың. Әрқашанда рахмет айтамыз саған. Әрқашанда алғыс мадақ береміз саған. Иса Масихтың атынан күш-қуат беріп жатқаның үшін, денсаулық беріп жатқаның үшін, жанұяларымыз жарылқап жатқаның үшін, қорғап сақтап жатқаның үшін, ақыл даналық беріп жатқаның үшін, Иса Масихтың атынан бауырластарымыз сеніңдер Құдайға. Әрқашанда мойынсыныңдар Құдайға. Иса Масихтың атынан аумин.